Достар, бәріңе сәлем. Бүгін менің жаңа саяхаттарымның бірі Абу-Даби қаласындағы өтетін Формула 1 жарысын өз көзімен көру және Eminem мен Maroon 5-тің концертіне қатысу. Бүгінгі шығарылымда Абу-Даби қаласы туралы және Формула 1 жарысының тарихы, қызықты деректері және қалай өтетіні туралы сөз қозғаймыз. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал саяхатымызды бастайық. Бұған дейін Формула 1 жарысын тек бала кезінде Михаил Шумахер болғанда теледидардан көретінмін. Ал енді өз көзімен көруге Біріккен Араб Әмірліктеріне жол тарттым. Жолым әдеттегідей тез өтіп те шықты. Формула 1 жарысы Абу-Даби қаласындағы Яс Айленд деген ауданда өтеді. Ал мен болсам Дубайға қонып Абу-Дабиге жол тарттым. Арасы 1,5 сағат, 140 километрдей. Формула 1 не екенін білмесеңіз, сіздерге Формула 1 жарысы туралы қысқаша айтып берейін. Формула 1 немесе F1 бұл әлемдегі ең танымал және жоғары дәрежелі автоспорт түрі. Ол халықаралық автомобиль федерациясы ұйымдастыратын әлем чемпионаты болып табылады. F1 жарыстары ең жылдам, жоғары технологиялық және аэродинамикалық деңгейі жоғары көліктерді қолданады. Формула 1 жарысы алғаш рет 1950 жылы ұйымдастырылды. Сол жылы Сильверстоун трассасында Ұлыбритания бірінші гран-при өтті. Алғашқы чемпионатта тек Европа елдері қатысқанымен, кейін F1 әлемдік спорт түріне айналды. Алғашқы жылдары жарыстар негізінен Ferrari, Alfa Romeo және Maserati сияқты итальяндық өндірушілердің арасында өтті. Ferrari командасы бүгінгі күнге дейін Формула 1-дің ең ескі әрі танымал командасы болып келеді. Формула 1 трассалары әртүрлі елдерде орналасқан және әрқайсысы өзіндік ерекшеліктермен танымал. Мысалға, Монако Гран-при әлемдегі ең атақты және қиын трассалардың бірі. Ол тар көшелерде өтетіндіктен жүргізушілердің дәлдігі мен жылдам реакциясын қажет етеді. Спа-Франкоршам, Бельгия. Бұл трасса ұзын әрі жылдам учаскелермен танымал. Монса, Италия, жылдамдық храмы деп аталады. Өйткені мұнда ең жоғарғы жылдамдыққа жетеді. Сузука, Жапония, күрделі формасымен ерекшеленеді. Әлемдегі ең техникалық трассалардың бірі. Яс Марина, Абу-Даби, қазіргі заманғы және футуристік трасса. Маусымның соңғы кезеңі жиі осында өтеді. Соны көруге келдім. Біз Абу-Дабидамыз. Формула 1 тамашалайық. Достар, сіздерге саяхатшыларға арналған күшті лайфхак туралы айта кетейін. Мысалға, сіз шетелге шықтыңыз, бір қаладасыз, бірақ баратын жерді білмейсіз. Онда авиасейлс қосымшасын жүктеп алып, әрі-бері қалаларда артық сөзсіз қызықты бағыттаушылар бөліміне кіресіз. Сонда өзіңіз қай қалада сол қаланы таңдап, қай жерге бару керектігін көрсеңіз болады. Мысалға, мен Абу-Даби қаласындамын. Абу-Даби қаласын теріп, қандай қызықты аудандар бар, танымал жерлер, инста-орындар, жергілікті жерлер, соның бәрін көріп шықсам болады. Керемет лайфхак, қолданыңыздар. Ал біздің басты серіктесіміз Aviasales.kz арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Влогымызды жалғастырайық. Бәріңе сәлем, біз Абу-Дабидамыз, Абу-Даби Формула 1-деміз. Бүгін финал, сіздерге Формула 1-дің қалай өтетіні сіздерге көрсетеміз және айтып береміз. Кеттік. Мен енді өзім автожанкүйер емеспін, бірақ та өзімен бірге болады деген досымды ертіп алдым. Ол Формула 1 туралы бәрін біледі. Сол себептен сіздерге ол бүкіл қызықты нәрселерді айтады. Қазір біз Абу-Даби Хиллға келіп жеттік. Бұл Абу-Даби Хилл емес, бұл менің ойымша Қазақ Хилл, өйткені бұл жерде қазақтар өте көп. Бұл жерден біз авто жарысын көре аламыз. Одан бөлек, бүгін финал болғандықтан кейін өте қызықты өтуге тиіс. Неге деп сұрасаңыз, бұл жылдың ең соңғы жарысы және бұл жерде чемпион анықталады. Одан бөлек Формула 1-ден кейін концерттер өтеді. Кеше Eminem'нің концерті болды, оның алдында Maroon 5-тің концерті. Ал бүгін Muse деген атақты группасының концерті болады. Бүкіл жерде адамдар пикникқа келгендей отыр, күтіп отыр. Жарыс сағат 3 сағаттан кейін басталады.
жарыс ашылған кезде самолеттермен ашылады екен. Соны көреміз. Огромное количество людей практически со всех стран мира, и все это на самом деле создает потрясающую атмосферу Формулы-1. Я думаю, что если вы фанат, то вы хотя бы раз в жизни должны оказаться на таком мероприятии, потому что здесь все посвящено формуле. Видно портреты пилотов, можно с ними сфотографироваться, можно их увидеть совершенно случайно. Ну а если у вас доступ к падок, то тогда вы их точно увидите, даже можете не напрягаться об этом. Как вы можете посмотреть, входы организованы и с той стороны, и с той стороны. На самом деле по всему траку гейтов всего суммарно 24 штуки. И это все говорит лишь о том, что 60 тысяч человек точно найдут правильный вход. Ну а если вы, прям ярый фанат и хотите купить себе чего-нибудь, то вот такие F1 Store здесь предусмотрены. Сразу предупреждаю, что скорее всего в дни мероприятий здесь немножко дороже мерч. Насколько мне сказали друзья, вот такая курточка, вот такая футболка, кажется, стоит 150 тысяч тенге, в то время как в Yes Mall она стоила 90 тысяч. Однако на сайте ее, кажется, можно купить за 60-70 тысяч тенге. Вот вам небольшие лайфхаки. Шынымды айтсам, бұл жерде осындай керемет атмосфера болатынын білмедім. Әлемнің түпкір-түпкірінен осы Формула 1 жарысын көруге көптеген адамдар келген екен. Бұл жай ғана жарыс емес, бұл авто жанкүйерлеріне керемет мереке. Абу-Дабидің осындай ауқымды шараларды ұйымдастыруының бірнеше негізгі себебі бар. Бұл тек Формула 1 ғана емес, жалпы халықаралық деңгейдегі іс-шараларға қатысты. Абу-Даби және жалпы Біріккен Араб Әмірліктері экономикаларын әртараптандыру үшін спорт, туризм және мәдени іс-шараларға ерекше көңіл бөледі. Мұнайға тәуелділікті азайту үшін ел туризмді дамытуға назар аударады. Формула 1 сияқты шаралар туристерді тартады. Қонақ үйлер, мейрамханалар және жергілікті бизнеске кіріс әкеледі. Ірі спорттық және мәдени шаралар елдің инфрақұрылымы мен бизнес мүмкіндіктерін көрсетуге көмектеседі. Шіркін, бізде де сөйтсе ғой. Толықтай Абу-Даби қаласы туралы келесі шығарылымда айтамын. Жарыс жарты сағаттан кейін басталады, соны көруге бара жатырмыз. Андрей досым өзіне өз ютубына контент түсіріп жүр орыс тілінде, ал мен болсам қазақ тілінде. Орыс тілінде формула туралы шығарылымды көргілеріңіз келсе, Андрейдің Инстаграм және ютуб парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Күн енді кішкене ыстық. Бірақ болады, жүруге болады. Дала температурасы 29 градус. Мы сейчас находимся на Абу-Даби Хилл, и я был в Баку на трибунах. У меня есть с чем сравнивать, да? Я еще был даже в падоке, но это другая история. Здесь Абу-Даби Хилл, я вот так скажу, как человек, который побывал и в падоке, и на трибунах, что вот так вот намного удобнее, гораздо лучше. Смотрите, там у нас еда, там у нас хот-доги, там у нас напитки, здесь у нас тенечек. Вот. Здесь Андрей Белянский, если что, сфоткает. Классно. Так намного лучше смотреть формулу, потому что это вид спорта, который ты наблюдаешь всего лишь 1 час. Ну, ладно, 1,5 часа, да? То есть всего 1,5 часа длятся вот эти 57 кругов, которые они здесь наматывают по Yas Marina Circuit. И это очень быстро. А все остальное время вы ждете, вы просто сидите, наслаждаетесь activities, фотографируетесь. Вон, кстати, туда направь камеру, смотри. Вот этот грузовик, трейлер, да, как его называют, он будет возить пилотов, и они будут вот так мимо нас проезжать. 10 пилотов первый, 10 пилотов во второй сядут, или по 5, я не знаю. Короче, суть в том, что перед стартом гонки они будут прокатываться по трассе, еще будет церемония старта, военные самолеты, истребители пронесутся над нами, будет играть гимн обязательно, и... Это финал гонки, ребята, это просто огромные впечатляющие эмоции, по-другому не скажешь. Ал Формула 1 жарысы қалай өтеді? Формула 1 маусымы бірнеше кезеңнен, гран-прилерден тұрады. Әрқайсысы әртүрлі елдерде өтеді. Әрбір жарыс демалыс күндері жоспарланған және 3 негізгі бөлімнен тұрады. Жаттығу сессиялары, practice session, жарыс алдындағы дайындық кезеңдері. Мұнда пилоттар трассамен танысып, көліктерін баптайды. Іріктеу сессиясы, квалификация. Жарыс басталардағы старттық орындарды анықтау үшін өтетін жарыс. Жылдам уақыт көрсеткен пилот алдыңғы орыннан бастайды. Негізгі жарыс, финал. Демалыс күндері өтеді. Жеңімпаз барлық шеңберді бірінші болып аяқтаған пилот. Формула 1 көліктері жоғары технологиялы бір орынды болидтер. Формула 1-де әлемнің үздік автоспорт командалары бақ сынайды. Әрбір команда 2 көліктен тұрады. Ең танымал командалар
Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin. Пилоттар әлемдегі ең дарынды және тәжірибелі спортшылар. Танымал пилоттар Луис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Серхио Перес және тағы басқалар. Үстімізден Этихад самолеті ұшты. Ол дегеніміз жарыс басталды. And the season finale is underway. Good launch off the line for the two McLarens. Car stalling on the grid, dropping down there. Болидтердің дыбысы құлаққа өте жағымды естіледі екен. Енді өте керемет. Адамдардың неге осы Формула 1-ді қатты сүйсіне қарайтынын енді түсіндім. Бұл жерде атмосфера, ол біріншісі, екіншісі болидтер, үшіншісі дыбыстарды айтсаңызшы. Керемет дыбыстар. Бүгінгі күннен бастап мен Формула 1-дің жанкүйері болатын шығармын. Керемет. Үстімізден вертолеттер ұшып жүр. Мына жерде асты гонка. Енді шыны керек бір GTA-дағы ойындағыдай өзімді сезініп жүрмін. Керемет. Ребята, я вот прямо сейчас стою здесь, я в шоке. У нас был самый интенсивный... Нет, ладно, не самый, но такой интенсивный старт. Две команды, которые сражаются за первенство в Кубке конструкторов, они просто... Макларен немножко, чтобы вы понимали, скорее всего, уступит. Блин, жалко. Но вы посмотрите вокруг, какая офигенная атмосфера. И самое главное, какой красивый закат мы наблюдаем с Абу-Даби. Ё-моё, вот это все стоит того, чтобы путешествовать, чтобы вы понимали. Это такой кайф отлучиться иногда от этой рабочей суеты ради вот таких маленьких моментов. Но они так много значат. Абу-Даби Гран-приін Ландо Норрис жеңіп шықты. Ол жарысты басынан бастап доминантты түрде жүргізіп, Макларен командасына 1998 жылдан бері алғаш рет конструкторлар чемпионатын жеңіп алуға көмектесті. Ал жарыс аяқталып, керемет салютпен бітті. Макларен командасы ұтты бүгін. Тойлатып жатыр. Достар, саяхаттаған сайын өзіңе бір қызықты нәрселерді ашады екенсің. Сол үшін саяхаттаңыздар. I'll be okay.